Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 6-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы У әрпінің жазылуы. 21-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыз, сілеусін сияқты аңдар мен құстарды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін әзірлеу керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызық етіп көрсетеді. Мәтін не туралы? Мәтін мерекелік киімдер туралы. Сен өз қолыңмен осындай киімдер әзірлеп көрдің бе? Тауық, тауыз сөздерін буынға бөліп айтып көр. У дыбысы қай буында тұр? Дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Енді осы тауық сөзі мен тауыз сөзін буынға бөліп оқып көрейік. Тауық, тауыз. У дыбысы екі сөзде де екінші буында тұр. У дыбысы екі сөзде де дауыссыз, өйткені алдында А деген дауысты дыбыс тұр. Және балалар төменде тағы да тапсырма берген екен. Тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып бірнеше сөз жаса. Құрамында дауысты У дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз У дыбысы бар сөздерді екінші бағанға топтап жаз. Тауық сөзіндегі әріптерді пайдалана отырып балалар, бірінші бағанға мен дауысты У дыбысы бар сөздерді жазып шықтым. Олар қу және ту. Келесі екінші бағанға дауысты У дыбысы бар сөздерді жазып шықтым. Олар тау, уық және ау. 22-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем. Оқушылар қойылымға қажет жануарлардың костюмдерін таңдады. Бірінші сөйлемде көп нүктенің орнына У әрпі қойылды. Келесі, екіншісі. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торыды. Бұл жерде көп нүктенің орнына У әрпі қойылды. Үшінші. Тауыстың киімі әдемі-ақ. Бұл жерде де көп нүктенің орнына У әрпі қойылды. Төртінші сөйлем. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Төртінші сөйлемде де көп нүктенің орнына У әрпі қойылды. 23-ші жаттығу. Көбелек киімін киген Алуаның қанатындағы сөздерге назар аудар. Осындағы ұқсастықтар мен айырмашылықты тап. Алуаның оң жақ қанатында жылы, бекі, тасы деген сөздер жазылған. Ал сол қанатында жылу, беку, тасу сөздер жазылған. Оң жақ және сол жақ қанатындағы сөздердің мағынасы бірдей. Бірақ айырмашылығы оң қанатындағы сөздерге У дыбысы жалғанғанда және дыбыстары түсіп қалады. Балалар, мына ережені естеріңе сақтап алыңдар. Дыбыстарын аяқтаған сөздерге У дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, оқы, оқу, торы, тору. 24-ші жаттығу. Суреттегі құстарды ата. Оларды қандай белгілеріне қарап таныдың? Бірінші суретте балалар тауыстың суреті. Екінші суретте тауықтың суреті бейнеленген. Бұл екі құсты мен сыртқы ерекшеліктеріне және де қауырсынның түсіне қарап таныдым. Өзіне ұнайтын жануарлардың мерекелік киімін қағаздан жасап көр. Немесе суретін сал. Не үшін бұл жануарды таңдағаның туралы өз ойыңды білдір. Ойыңды менің ойымша деп бастауды ұмытпа. Ал балалар, осы тапсырманы менің нұсқамда тыңдап көріңдер. Менің ойымша, қыран бүркіт мықтылықтың, қайсарлықтың, еркіндіктің белгісі. Сол себепті мен қыран бүркітті жағымды қасиеттеріне қызығып таңдап алдым. Ал балалар, тура осы тапсырманы сендер өз нұсқаларыңда
ұсынып көріңдер. Ал балалар, бүгінгі тапсырмалар қызықты болды деп ойлаймын. Сендерге де қызықты болса, видеоға лайк басып тіркеліп алыңдар. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.